кездері ұлы тұлғалар көш түзеген Кереку Баян өңірінің тумасы, қазақ әдебиетінің жарқын өкілі. 1960-1970 жылдардағы қазақ поэзиясында өзіндік өрнегімен, қайраткерлік болмысымен танылған ақын, журналист, көркем аудармашы Қабдыкәрім Ыдырысов туралы әркез айтып, жас ұрпақ жадында естеліктерді жаңғырту біздің қасиетті парызымыз. Нұрбол Жайықбай. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Қазақстан журналистер одағының мүшесі Қабдыкәрім танышы Нұрбол Жайықбайұлы. Нұрбол Жайықбайұлы, қайырлы күн. Жалпы қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Шақырғандарыңызға ризамыз. Енді сұхбаттың алдында өзіңіз жайлы жалпы айтып өтсеңіз. Мен Нұрбол Жайықбаев, Сарыарқа Самалы газетінің бас редакторымын, журналистпін. Осы салада 20 жылда еңбек етіп келе жатырмын. Күнделікті енді журналистік қызметімен қатар біраз уақыт бойы осы Қабдыкәрім Ыдырысов ақынның өмір жолы мен ақындық жолын зерттеп келе жатырмын. Сондықтан бүгінгі таңда осы өз заманының бір ерекше тұлғасы, қазақ әдебиетінің ірі өкілі Қабдыкәрім Ыдырысовтың мұраларын насихаттаумен айналысамын. Жалпы келесі сұрағымыз, атамыз қандай адам еді? Мінезі, адами болмысы жайында айтып өтсеңіз. Ол кісі 1928 жылы осы Павлодар облысы Ақтоғай ауданы қазіргі Өтес ауылында дүниеге келген. Өкінішке орай халық жауының баласы атанып, әкесі айдауға ұшыраған. Сол себепті ол кісі анасы Жекеннің қолында тәрбиеленген. Сол себепті ол кезде қиын уақыт болатын, соғыстың уақыты. Сол кезде ол кісінің мінезі қалыптасты. Сол ауылда тұрып үлкендердің тәрбиесін алды. Сондықтан сол кездегі өскен, соғыстың тұсында өскен балалардың мінезі жалпы өте ашық. Ол кісі де қамқор болған, өзінің тұстастарын айтуынша, сол кезде бірге қызмет еткендерін айтуынша, адамгершілігі өте жоғары, сондай мейірімді адам болған. Себебі көп адамға қол ұшын берген. Осы Павлодар өңірінен оқуға, Алматыға барған жастарға көмек беріп, олардың оқуға түсуіне, қызметте Алматыда қалуына барлығына кәдімгідей көмектескен. Сол себепті ол кісі туралы тек қана жақсы сөздер айтылады. Тамаша. Қабдыкәрім танышы болуға сізге не әсер етті? Жақсы сұрақ. 1993 жылы мен өзім білім алған Ақтоғай ауданы Әуелбек ауылында Ыдырысов атындағы мектепте мен білім алдым. Сол мектепке Қабдыкәрім Ыдырысов аты берілді 93 жылы. Жерлестерін ұйғаруменен үкіметке хат жазып, сол үкіметтің бекітуіменен 93 жылы мемориалды тақта орнатылды, сол жерде аты берілді. Сол салтанатты шарада мен болдым. Қатысып тұрып, содан бастап қызығушылығым оянды. Ол кезде 10 жастағы бастауыш сыныптың оқушысымын. Одан кейін ылғи да көңілде жүрді. Балаларға арналған шығармалар өте көп, солар жаттап жүрдік. Кейін институтқа түскен кезде қазақ әдебиеті жағынан көп зерттеулер жасай бастаған кезде осы Қабдыкәрім Ыдырысовтың шығармашылығына тоқталдым. Сол туралы көбірек ізденіп, Алматыға барып, сол кісінің жүріп өткен жолдары бойынша зерттеулер жасадым. Бүгінде енді соның нәтижесінде осы ақын туралы біраз дүниелер жарыққа шықты. Қабдыкәрім танышы ретінде қандай жоспарларыңыз болды және олар қаншалықты жүзеге асты деп ойлайсыз? Нақты зерттей бастаған ол 2005 жыл. Себебі сол кезде институт бітіріп, мен жеке өзім жоспарым жасадым. Қалай ол дегеніңіз енді бірден барлығын білу мүмкін емес, бірте-бірте балалары, ұрпақтары бар, сол кісілердің барлығымен танысып, қолдарында дүниелерін алып, барлығын біраз уақыт жоспар жүйесін жасап алу керек болды. Сөйтіп 2005 жылы мен Алматыдағы ұлы Біржанның қолынан біраз дүниелер әкеп, кітап құрастырып шығардым. Ол публицистикалық, яғни мақалалар жинағы. Ол кісінің Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығы туралы, жалпы ауылда болып кеткені туралы, ол 1978 жылы соңғы рет ауылға 50 жасын тойлай келген болатын осы Павлодар облысына. Қасында Жұбан Молдағалиев болды, Әсет Бейсеуов композитор. Осы үлкен алғаларымыз осы Павлодар өңірінде бірінші рет аяқ басты.
сол кезден кітап ұйымдастырып шығардық. Ол туған жер төрі мәңгілік деген үлкен жуан кітап, қоңыр тысы, қоңыр сырты. Оның ішінде жаңағы шықпаған бұл мақалалар әр жылдары газеттерде шыққан, бірақ бір кітап болып жинақталмаған. Және ол газеттерді қазір табу да қиын, сондықтан әр жерде қалған дүниелердің басын қосып жинақ қылдырып шығардық. Енді ол бір кітап, одан кейін енді 2013 жылы осы облыс әкімдігінің қолдауымен ақынның туған жер жаңағы Қабдыкәрім Ыдырысов атындағы орта мектепте ақынның жеке мұражайын аштық. Ол мұражайда ол кісінің ұстаған заттары, бүкіл жаңағы оған сыйға тартқан дүниелер, ол кісі енді Арабстанда болды, Латвияда болды, жалпы шет елдерде, Балтық теңізінің жағалауындағы елдерде сапармен болды. Осы жерде болған дүниелерден алған, әкелген сыйлық кәде заттары көп. Сосын әйелі, жұбайы ол кісінің Бәтеш Ыдырысова көп дүниелер беріп жіберген екен, соның барлығын жинақтап, үлкен бір қазір заманауи түрде жасап шығардық. Одан кейін айтар болсақ, осы Павлодар педагогикалық колледжінде ол кісі оқыған. Ол кезде Павлодар педагогикалық училищесі болды. Негізі білім мамандығы бұл кісінің мұғалім, жаңа қазақ әдебиеті жағынан. Сондықтан осы еңбегін оқыған жылдарын ескере отырып, сол колледждің сыртында Қабдыкәрім Ыдырысовтың ескерткіш тақтасы орнатылды. Содан бұл 2013 жылы атқарылған. 2018 жылы қазіргі сенаторымыз руханият жанашыры Алтынбек Нұхұлы ағамыздың қолдауымен ол кісі осындағы Павлодар педагогикалық институтының ректоры болып жүрген кезде тағы да екінші кітап құрастырдық. Екінші кітап тек Қабдыкәрім Ыдырысовтың мінезі, ақындығы туралы пікір айтқан ағалардың. Соның үшін Мұзафар Әлімбаевтың, Қасым Қайсеновтың, Жұбан Молдағалиевтің, Қалижан Бекхожинның барлығының осы естеліктерін жинап топтастырдық. Ол үлкен мұқабасы жасыл кітап болып шықты. Кішкене өкінішке орай аз таралыммен шықты, сондықтан кітапханаларға жетпеді ау деймін. Дегенмен алдағы уақытта тағы жасауға көбейтуге тырысамыз оны. Бірақ ол да жаңағы ақын туралы айтылған. Ақын өзі 1978 жылы қайтыс болды, 50 жасында. 78 менен мысалға 2018-дің арасында әжептәуір уақыт, осы уақытта шыққан ұмытылып қалған дүниелерді қайтадан құрастырып біз оқырман қауымға ұсындық. Бүгінде енді соны пайдаланып жатыр деп ойлаймыз. Одан жаңағы кейбір кітапханаларға барған кезде, мектептерге барған кезде көреміз. Сол кітаптарды қойып жатады, ішінен алған жаңағы сөздерін қойып жатады, пікірлерін қойып жатады. Сондықтан алдағы уақытта да енді жоспарлар бар. Ол енді Қабдыкәрім Ыдырысов атындағы ол кісінің атында көше берілді былтыр 2021 жылы. Осы Павлодар қаласында көше бар. Сондықтан ол да үлкен насихаттың бір түрі. Енді алдағы уақытта сол кісінің шығармаларын тағы да бір басып шығарсақ деген ой бар. Өйткені бұрынғы шығармалары кішкене енді біраз уақыт бұрын шықты. Ол енді аз деп ойлаймыз. Орысша аударылған өлеңдері бар. Оны да бір жеке кітап қылдырып шығаруға болар еді. Сосын енді Ақтоғай туған жері, сонда осы ең үлкен нәрсе Қабдыкәрім Ыдырысовтың бір ескерткіші керек. Ол Павлодар қаласында болмаса да, өзінің туған жері Ақтоғай ауданында міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Сондай-ақ ол кісінің атына кітапханаларда беріліп жатса, ешқандай артық та болмас еді. Өйткені туған жері Ақтоғайда жалпы өте көп ақын шыққан жер емес. Сондықтан бұл жерде ешқандай талас болмау керек. Біздің осы Павлодар өңірін жырға қосқан, республикаға танытқан үлкен ақынды біз осылай көтере білуіміз керек. Шынымен де көптеген жұмыстар атқарылған екен, және алда да көптеген істердің өрге жүзуіне тілектеспіз. Рахмет. Осымен сұрағыңыз аяқталды ма? Жоқ. Рахмет. Алдағы уақытта да енді осындай кітапханаларда біраз оқу мектептерде кішкене насихат жұмысын көбірек жүргізу керек деп ойлаймын. Өйткені сол кісінің өлеңдері өте табиғи, өзінің өмірінен сыр шертеді. Осыны ала білсек, біздің ұрпағымыз, жастар, оқушылар жақсы тәрбие алады деп ойлаймын. Сіз өз мақалаңызда Қабдыкәрім атамыздың Иса Байзақовпен кездесуі жайлы жазған боласыз. Осы кездесу жайлы айтып өтсеңіз. Қабдыкәрім Ыдырысовтың өзінің естелігінде жазылғандай, 1940 жылдары ол кезден соғыс басталған, соғыс жүріп жатыр, халықтың көңіл-күйі өте төмен. Енді күндіз-түні еңбек етеді, бірақ халықтың көңілін көтеру керек.
бұл үлкен жаңағы ынталандыру береді. Сол себепті мына елдегі жаңағы өнер тарландары жаңағы ауылдарға шығып, кәдімгідей ел арасында өзінің өнерін көрсеткен. Сондай бір уақытта біздің жаңағы өтес қазір бұрынғы ол кезде жаңа ұйым колхозы, сол колхозға атақты ақын Иса Байзақов келді. Сол кезде колхоз председателі, ол кезде үлкен азаматтардың барлығы майданға кеткен, бас көтерер азаматты ешкім жоқ. Сол себепті 12 жастағы Қабдыкәрім Ыдырысовқа сенің әдебиетке ыңғайың бар ғой, түсінетін баласың деп жанына, Иса Байзақовтың жанына қосып береді. Сол айтуынша кешкіде отырғаннан ол кезде Ақ мектеп деген сол мектеп болған, бастауыш сыныптық. Сол мектепте Қабдыкәрім Ыдырысов өзі де оқыған 4 сынып. Сонда отырып кештен таңға дейін өзінің жаңағы Құралай сұлу секілді поэмаларын Иса Байзақов таңға дейін жырлаған екен. Ол өте арқалы ақын болған. Домбыра шерткенде бір орында отыра алмай, ол қозғалақтап, тіпті шын мәнінде былай қозғалып, сондай бір өте арқалы шабытты кісі болған. Сөйтіп Қабдыкәрім бірнеше күн бойы соған ілесіп жүреді. Айтуынша бір жаңағы Өтес ауыл ертістің жиегінде орналасқан, шалғын жерлер дейміз, Тоғайдың бойы, сондай жерде бір қыдырып жаңағы серуенге шыққан кезде Қабдыкәрімге айтады: сен ақын болатын бала екенсің, бірақ мінез болу керек. Мінез болмаған адам ақын бола алмайды, сондықтан жалтақтама, өзіңнің ішіңе, өз күшіңе сену керексің деп ақыл айтады. Осы ақылды алып, Қабдыкәрім өзінің жаңағы ақындық мінезін тәрбиелей бастайды. Қабдыкәрімнің бүкіл жаңағы ақындық жолын әсер етеді. Тамаша. Өз шығармаларында Қабдыкәрім атамыз қандай мәселелерді қозғайды? Ол кісі 1951 жылы, 52 жылдары Павлодар облысынан жаңағы соғыс бітеді. Ол кісі нағашысының қолдауымен Павлодар қаласына көшіп келеді. Біраз уақыт осында трактор заводында жұмыс істейді, әкімдікте жұмыс істейді, қадырғыш айтқан кезде. Сосын енді бақытымды әдебиеттен іздеймін деп, ақырында енді бір жағына жаңағындай халық жауының баласы болғаннан кейін көп қызметтерден шет қақпай жасаса керек. Ол кісі енді әдебиеттен іздеймін бақытымды деп Алматыға көшеді. Бұған дейін әрине ол Қалижан Бекхожының көзіне түседі. Жас ақындардың жиналысына бір рет барып келетін. Барып келгенге ұқсайды. 47 жылы сөйтіп ол кісі арада 5 жыл өткен кезде жаңағы ағалардың қолдауымен Алматыға қоныс аударады. Осы кезден бастап ол кісі көбіне балаларға арнап өлеңдер жазады. Ол кісі жаңағы Балдырған журналында, Қазақстан пионер журналында сол жастардың, жеткіншектердің өмірі туралы мақалалар жазып, өлеңдер жазып, осы бағытта жұмыс істейді. Осының енді көп жылдар жұмыс істейді. Аршында Балақай деген таңдамалы жинағы бар, осы жерде кітаптардың арасында болу керек. Ол кісінің жаңағы өлеңдері өте ойнақы, табиғи, тез жатталатын, жаңағы кел балалар ойнайық та ойлайық, қандай жұмбақ болса да шешпей оны қоймайық деп, сондай бір тартымды, бөгеліп те қалмаңдар, ракета болып зырлаңдар деген секілді бір ойнақы, тез жатталатын сондай екпінді өлеңдер жазады. Және сосын ертісімді жырлайды, ертісім деп туған жерін жырлайды. Жаңағы балаларға қызықты барлық тақырыптарды өлеңге қосады. Дегенмен де ауылды, жаңағы ата-ананың тәрбиесін, осы дүниелердің барлығын көбіне насихаттайды. Сол енді балаларға ақын деп те айтуға болмайды. Үлкен енді ақынның творчествосы үлкен. Соның үлкен бір несі 1963 жылы жазылған Әке жолы поэмасы. Бұл қазақ әдебиетінде үлкен шоқтығы биік шығарма, осы жерде тұр, орысшаға да аударылған. Ол енді репрессия тақырыбына жазылған қазақ әдебиетінде тұңғыш поэма. Оны айтуымыз керекпіз. Өйткені оған көмектескен, осыны жазу керек деп айтқан халық жазушы Мұзафар Әлімбаев ағасы болатын. Мұзафар Әлімбаев бұл кісінің 5 жасқа үлкен, майдангер ақын, балалар ақыны, ол кісінің бәрі біледі. Сөз зергері, сол кісі Қабдыкәрім өзі Қалижан ағасымен де, Мұзафар ағасымен де өте жақсы қарым-қатынаста болған. Солардың ақылымен жүрген. Сондай өзінің орнын таба білген әдебиетте. Ұқсамайтын, өйткені Мұзафардың өзіне айтқаны бар,
мен Қабдыкәрімге қызығам, ол әрі әншілігі бар, әрі жаңағы мен жоқта жаңағы әнім жүрсін құлақта деген сондай бір өте әдемі тіркестер айта білген деп жазғаны бар. Кімді де Қалижан Бекқожинның да жазғаны бар. Бүгінде жырдың бесті жүйрігісің деп. Бесті деп қазақта әбден кемеліне келген сондай бір жылқының жасын айтады. Бесті жылқы деп. Бұл тай емес, тай деген енді жас жылқы, бесті деген әбден кемеліне келген, күші толысқан, бойы бәрі өскен, сондай бір күші өзінде жылқыны айтады. Енді қазақта жылқы өзінің бір образға ие. Сондықтан Қабдыкәрімде творчествосын сондай бір неге келтіріп айтады, теңеп. Әке жолы поэмасын жазып, көп бедел жинады. Әке жолында жаңағы апа деймін, әкем неге кешікті, неге бүгін жауып қойдың есікті, дой бойнауға кәшекең де келмепті, үйде әкемнің жоғын қайдан естіпті, апамның сөз телміреді әйнекке, күндегідей көрінбейді ай көкте, апам мені бауырына тартқанда тас тамшылар тамып кетті көйлекке, мұнысыне апам неге жылады, әне барып төсегіне құлады деп ең поэманы бастаған кезде сондай бір детальмен бастайды. Әкесі келмей қалған, әкесі жаңағы Қимаш деген бала, ол өзі Қабдыкәрімнің өзі жаңағы анасын сол жерде атын ауыстырып, творчестволық жаңағы заңдылық бойынша аттарын ауыстырады, бірақ шын мәнінде басынан аяғына дейін біздің жаңағы ақынның өмір жолы. Ақын жалпы өте беделді болды. Қазақстан жазушылар одағында басшылықта жұмыс істеді, мемлекеттік кітап палатасында жұмыс істеді. Соның барлығы қамқорлығы бүгінде айтылады. Республикаға қайда барсаңыз да, біз Қабдыкәрім Ыдырысовтың жерлесіміз деп айтсаңыздар, міндетті түрде ол кісі туралы жақсы сөз айтады. Нұрбол аға, бүгінгі тұшымды әңгімеңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Шынымен де Қабдыкәрім атамыз жайлы көп ақпарат білдік. Сізге көп рахмет. Рахмет. Ол кісілер енді өздеріңдей балаларға арнап жазған, сенген, болашақ осындай білімді, талапты, дарынды жастардың қолында екен. Сондықтан ол кісінің шығармасын көбірек оқып, жаңағы айтқан ақылын ұғынсаңдар, өте сол ақынның миссиясы деп ойлаймын. Сіздерге де үлкен ақынның сол жолын берсін. Талапты және осындай ерасыл өзің сияқты мектеп оқушылары, үздік оқушылары көп болсын деп тілеймін. Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгінгі сұхбатымыздың мейманы болған Қазақстан журналистер одағының мүшесі Нұрбол Жайықбай ағамыз. Қабдыкәрім Ыдырысов, керекуім. Туған қалам керекуім, бесігім. Міне тағы өз дауысымды естідім. Саған деген сағынышымды арқалап келдім мен, кеш қалсам кеш бүгін. Жалан аяқ құм көшенді басқаным, отты желге жас кеудемді тосқаным. Өмірде өзек болған алдағы, әліппенің бетін алғаш ашқаным. Мойныма байлап қызыл галстук, өсірген өзге дос таныс қып. Алғашқы еңбек, өмір жолы алғашқы. Бүгінгідей бәрі есімде, бәрі ыстық. Ыстық маған жерлестерім, достарым. Дастарқанда бастапқы бас қосқаным. Ерке ертіс жағасында шырқаған ән, әзіл күлкі, асқақ үн. Айта берсем бәрі қымбат мен үшін. Бір өзімнен басталған бар өрісім. Құшағыма сыйсан әттен мен сені, туған қалам құшар едім сол үшін. Бір кезде біз алты бақан ойнаған, допты қуып жағаласып аунаған. Көшелерде зәулім биік үйлер тұр, қала болсын Алматыдан аумаған. Қимылына бұлардың кім тең келер? Туысым мен москвалық инженер. Салып жатыр әне алып заводты, күні ертең-ақ қуанышын көз көрер. Бүгін көріп мақтан етем бәрінде, борыштымын жырым менен бәріне. Қарлығаштай ұшқан осы өлеңім, көрімдігім керек өмсәніне. Қабдыкәрім Ыдырысов, ертісім. Құйда ақ жаңбыр шелектеп, тозаны басып көшенің, келемін саған дедек деп, елемей жауын нөсерін. Жағана жеттім жайрандап, ыстық ен қандай ертісім, трамба босқа қайран қап, күмп берді ұлын еркінсіп. Баяғыша сен мені аймаладың көтердің, сен үшін жүкпемендегі баладай жеңіл екенмін. Құрақта біраз пансыған, мінезі барды салмақты, төсіне сен
менің жасырман, бойымда ол күш қалмапты. Сөйтсем ерке өзенім, сақтапсын балалық шағымды. Балықта жүзген кезенім, көзіме оттай шалынды. Қабдыкәрім Ыдырысов, кең далам. Қызығам туған далам кеңдігіне, қуанам ерлігіне, елдігіне. Тамаша табысын мен даңқын артып, шалқыған шалқар шағын келді міне. Жалғанның жартысын ап көсі лесін, қойнында жинап жұрттың несі бесін. Қазақтың көп дауысты ер даласы, отанның күн атағын өсіресін. Бұл күнде мал да сенде, дән де сенде, сән сәулет шарықтаған ән де сенде. Дүрбісін бай қоңырдан көк көрлеткен, қазекен әлем менен сөйлесерде.